Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз квадраттарды тез есептеуді үйренеміз. Қай квадраттарды есептеу, яғни 5-пен аяқталатын сандарды, солардың квадраттарын қалай тез тауып алуға болады? Әрине, бірінші 5-тің квадратын алатын болсақ, бұл оңай, 25-ке тең. Енді осы 25 туралы ешқашан ұмытпаңыз. Өйткені келесі барлығы 25-пен қатты связанный болады. Мысалға, 15 алатын болсақ. 15-тің квадратын тез тауып алу үшін артына мен 25-ті тіркеймін. Өйткені ол мұна 5-ке тиесілі деп айтайық. Енді мынау жалғыз бір қалып қалды ғой. Бірден кейінгі сан, яғни сіз санайсыз ғой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дегенде. Бірден кейінгі сан 2. Енді мен 1-ді 2-ге өзінен кейінгі санға көбейтемін. Сонда 225. Егер де калькулятормен есептейтін болсаңыздар, 15-тің квадраты шынымен де 225. Енді 25-тің квадратын алып қарастыратын болсақ, артына қайтадан 25 дегенді жазып қоямын. Ал 2-ден кейінгі сан 3, 1, 2, 3 қой. 2-ге 3-ті көбейтсем 6. Яғни осыдан кейінгі санға көбейтемін. 35-тің квадраты. Артына мен 25 деген санды қоямын. Ал 3-тен кейінгі сан 4. 3-ке 4-ті көбейтсем 12. Келесі, мысалға 75-ті алып қарастыратын болсақ. Осы жерде видеоны паузаға қойып көріңіздер, және де шығарып көріңіздер. Ұмыт кетпеңіздер, артына 25-ті қоямын. Ал бірінші мына жердегі 25-тің алдында тұрған санды табу үшін 5-ке тиесілі емес, яғни оның алдында тұрған санды өзінен кейінгі санға көбейтемін. Сонымен артына 25-ті қойдым. 7, 7-ден кейін 8, 7-ге 8-ді көбейтсем 56. Енді 105-тің квадраты мысалға. Бұны біз егерде жай 105-ке 105-ті көбейтетін болсақ, әрине көп уақыт кетіп қалушы еді. Сол үшін біз осы методты қолдансақ, тез шығарамыз. 10-ға 11-ді көбейтсем 11, 0. Сонда 11025. Осылайша 5-ке бітетін барлық сандардың квадратын осылай тез тауып алуға болады. Рахмет.